Бүгінгі сабақта бұлттық технологиялар туралы үйренеміз. Бұлттық технологиялар ағылшын тілінде cloud technology немесе cloud computing, бұлттық есептеулер немесе бұлттық технология, бұлттық қызметтер деп те атайды. Cloud computingті жүзеге асыратын серверлерді есептеуіш бұлттар деп атайды. Бұлттық есептеулердің мақсатына қарай төртке бөлуге болады. Олар жеке бұлттар, private cloud, жеке кәсіпорындардың өзіне ғана, сондағы жеке тұлғалар мен олардың тұтынушыларының жұмыс істеуіне арналған инфрақұрылым. Жеке бұлттар сол кәсіпорынның өздеріндегі серверлерде орнатылуы мүмкін. Ортақ бұлттар, public cloud, интернетте еркін жұмыс істеуге мүмкіндігі бар, көпшіліктің пайдалануына арналған инфраструктура. Интернет желісіндегі Google, Yahoo сияқты іздеу серверлері, электрондық почта жүйелері, Facebook, Twitter сияқты әлеуметтік желілерді ортақ бұлттарға мысал ретінде қарастыруға болады. Аралас бұлттар, hybrid cloud, екі немесе одан да көп бұлт түрлерінің аралас комбинациясын атауға болады. Бұлт түрінің осы моделін географиялық тұрғыдан әр жерде орналасқан филиалдары бар немесе көптеген программалық жүйелері бар ірі компаниялар қолдану мүмкін. Және де соңғысы қоғамдық бұлттар, community cloud. Ортақ мақсаттары бар қоғамдық тұтынушыларға арналған инфрақұрылым. Ондай болса, файлдарды сақтау қоймасы бұлттық технологиясы жайлы айтып өтейік. Бұл технологияда файлдар жергілікті компьютер жадында сақталмайды. Файлдар cloud серверлік компьютер жадында сақталады. Артықшылықтары: файлдарды бұлтқа жүктеп алсаңыз, оларға кез келген құрылғыдан қол жеткізуге болады. Файлдармен оңай бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Файлдардың сақтық резервтік көшірмесін қамтамасыз етеді. Басты кемшілігі, файлдарыңызға қол жеткізу үшін жұмыс істейтін интернет байланысы болуы керек. Біздің файлдар бұлтта сақталған деп айтсақ та, олар шын мәнінде физикалық құралдарда сақталады. Мысалға, HDD, магниттік қатқыл дискіде, немесе solid state drive дискісінде. Бұл құрылғылар үлкен деректер фермаларында, деректер сақтау қоймаларында топтастырылып орналастырылады. Мұндай жоғарғы топтар сыйымдылығы петабайтпен, тіпті экзобайтпен өлшенеді. Сонымен қорытындылап өтейік. Бұлттық технологиялардың артықшылықтары: үлкен ресурстарды қажет ететін қиын есептеулерді шешу үшін тұтынушы өзінде жоқ көптеген программаларды бұлттар тарапынан пайдалана алады. Пайдаланушы кез келген жерден, кез келген уақытта интернетке қосылған компьютермен бұлтта орналасқан өз деректерімен жұмыс істей алады. Пайдаланушы компьютерлік құрылғының осалдығынан, оның сынуына және бұзылуына, жұмыс істейтін программаның тоқтап немесе бұзылып қалуына тәуелді болмайды. Пайдаланушы өз деректерімен басқа адамдармен еш қиындықсыз бөлісіп, сол деректерді олармен бірге қосылып өңдей алады. Жеке компьютердегі программалармен салыстырғанда бұлттық қызметтер көбінесе тегін немесе айлық төлемі ретінде арзан болады. Кейбір жобаларды бұлтқа шығару арқылы жобаны қажетті программамен қамтамасыз етуге кететін шығындарды үнемдеуге болады. Күрделі программалармен жұмыс жасай алатын білікті мамандардың тапшылығы жобаны бұлтқа шығару арқылы шешуге болады. Дегенмен бұлттық жүйелерде кемшіліктер де кездеседі. Бұл кемшіліктер көп жағдайда қарапайым пайдаланушыларға, ал кей жағдайларда провайдерлерге қатысты. Мысалы, қауіпсіздік мәселелеріне байланысты барлық деректерді бөгде провайдерлерге сеніп тапсыруға болмайды. Серверлердің істен шығуына байланысты көптеген тұтынушылар деректерді жаппай жоғалту қаупі туындайды. Сонымен бірге провайдерлерге дербес деректердің ұсынуының да өзіндік қауіп-қатері бар. Мұндай деректерді жат пиғылды компаниялар пайдаланып кетуі мүмкін екендігін әрқашан естен шығаруға болмайды. Міне осылай біз бұлттық технологиялармен таныс болдық.